Бәке, енді мынау осы жерде барлықтарыңызға дейін сыйлап келіп отырған шығарсыздар, кішкене әңгімеге құлақ салсаңыздар, иә? Бұл Бәкем, менің жолдасым Қанбекпен бірге біраз жылдан бері жолдас, сыйластық әйтеуір ортада, Құдайға шүкір, қанша жыл болды, уже 20 жылға таяп келе жатыр. Сол Назағира Қанекеңнің қарындасы Бәкем менің ағам, солай болып сыйласып араласып жүрміз. Мынау мерейтойымыз құтты болсын, деніңіз сау болсын. Мынау жолдастығымыз ары қарай жалғасып жатыр, құда болып жатырмыз. Ұзағынан болсын. Құда мыңжылдық деген сөзімізді өте үлкен мағынасы бар. Күйеу 100 жылдық деп, күйеу бала 100 жыл күйеу болып кеткенмен де ары қарай 1000 жылға дейін құда болып жүре береді екенбіз. Осылай ары қарай да сыйластығымыз арта берсін. Зағира екеуміз балаларымызды қандай керемет тәрбие бердіңіздер, көзіміздің алдында өсті балалар, көрді, оқыды. Өте қуаныштымыз сіздердің осындай жетістіктеріңізге. Балаларда ең бағалысы тәртібі. Сіздердің балаларыңызда соның барлығы бар. Енді соған сіздерге лайықты, балаларыңызға лайықты адалынан енді тағы да кішкентай балаларыңызға келін келсін. Үлкен келіндеріңіздің сіңлім болғанына өте қуаныштымын. Тем более сіздердің осы Алшын, мен де Алшынның қызы, сіздер Алшынның көңілінен шыққан келін болғанына қуаныштымын. Сыйластығымыз арта берсін. Сол балалар көбейіп өсін, көне берсін. Сыртта жүріп, бір-бірімізді анда-санда көрсеткен мақтанып жетістіктеріне жүре берейік. Ал енді мына Қанекең 60-ға толған жолдастарына арнап, арнайы бір ән дайындап келген еді. Осы өмір толғау. Сол әнін айтып жіберді. Ал, асыға рахмет. Ал, Байзақ құтты болсын, бүгінгі 60 жас құтты болсын. 60 жас деп болған жас емес, бүгін көріп қойып құлтып. Бір түрлі жас екен, жас емес, кәрі емес, бір түрлі жас екен. Мына зейнетке шыққаны құтты болсын, Бәжеке. Мынау Байзақ екеуміз бұрыннан кеден қызметінде біраз қызметтес болдық себебі. Дәмтес, дастархандас, біраз нәрсені сөйлеп жүргенбіз, біраз жолдасымыз, біраз жүріп барғанбыз. Оның үстіне менің қайнағам мынау, жақын қайнағам құда болды. Қырғын апасы отқан ел, Рүстем аға, мынау құдалықтарыңыз бір жұрт бола берсін. Не дейміз, Байзеке, мынау құда қалса тек жақсылық үйімізде той болсын. Осындай тойға келе берейік, мынау барлық той осындай сіздерге де жұмысты болсын. Бір Мұхит Қасымбаев бір досым бар еді. Сол 60-ға келіп таяп қалған кезде бір ән шығарған екен 60-ға дейін. Сол әнді бір орындауға көрейін. Біраз біледі, мені орындамай жүргенде көрейін. Сіздерге ән жолдайын. Рахмет.
Rahmet, kollegalarımızga bir qo'l qo'shma jasab qo'yingizlar. Rahmet, çaymas qo'yingizlar. Endi payzabonimizning jo'lbasi qancha yillik sevaslik bor, Qanbek akamiz bilan qancha o'ylab bozordan Yesirada yulduzlarini sho'jatlarda ko'p sevib tegizjatdan Ağamız bilan bugun da o'zi payzab ko'rganimizdan olishas meri qo'yinglar. Araya adina Ernol kelibni shatarjadir. Endi adina foto serimshasa o'sha yerda. Dasturxondan choy bassanizlar. Bizim quvonchimizning birinchi olsiga kelib Qolaversa qo'zim obod bo'lsin, qo'zg'onish qavat bo'lsin desa, avlodda qo'zg'onish paydo ko'rganimizdan olishas meri qo'yinglar qadar. O'zi ulkan ulug' asqar bo'lsa Xudoy Osmon Qo'zorga mervetli keyinlerimizden jarabına bizi kişiyeteygana o'zida Arayılım degan arı kızımızın soğuk keset bolamız. Endi biz Qozaq arımışımız qo'y. O'zi ulkan yel aralarına yel bastarib yurgan, yerda xizmatda yurgan arıdan sonday kishilarga kesirib жатamiz. Endi o'zi Arayılımda arı kızımızın soğuk kesuv o'zi bizning o'ziyada yakimizga buyurgan ekan. Hozir Xudo xohlasa turmush yo'lga sol qadamni sol tasbih bilan o'zi kishiga arı kızımızın so'nggi kesib olamiz. Ashas video degan qanday boshqa o'qizlar deganda arina sol to'yning taqdirini sizlar uchun endi qo'lda serjasa qo'llanib joyimiz qo'yibdi. Bugun aksiyada qildik. Hurmat Meram arasida avtomobil kelib qolganlarga deb ta'sir qo'yib, rahmat.
Yeni ağlarınızda az koyduk, iyi olduk, boz koyduk. Astadan ağızlar, astadan sevgi bolsun. Жалпыбыз қазақ деген қасиетті ел, ежелден екінші орында тұрады екенбіз. Бірінші қасыр болды, екіншіміз қазақтар екенбіз. Сондықтан да ертеңінде қазақ пен қасырды мазалауға дейді. Біз сіздерді сөйледік, билеп мазаларыңызды алмай, осы үлкен ас келген кезде, осы Байзақ көкемізбенен Загирадай анамыздың немересі Арайлымдай армымыздың соңын кесетін боламыз еді осы жерде. Қазақтың қара домбырасын қойып жатады да қаласа, сол домбыра жерден ақын болсын, халқына жақын болсын деп. Мына жерден кітап қойып жатыр, білімді болсын деп, қалам қойып жатырмыз, жазушы болсын деп. Ақша қойып жатырмыз, Құдай қаласа, бай қуатты болсын деп. Енді әпшем шақырып қойып осы жерде, Гүлзия әпке келсеңізші. Дәрігер әпке. Өзіңіз келсесіз. Қайшымен кеспейді деп жатады, пышақпен кеседі деп жатады. Енді оның барлығының өзінің жолы бар. Алып келе қойыңыздар. Енді әпше осыншама қонақ бар, соның ішінде міне өзіңізге кесілу бұйырған екен. Сондықтан мынау таяқты өзіңізге ұсынайын. Сізді бөтен емессіз, міне Құдай қаласа сіз ұқсап жүрсе де жаман болмайды. Сондықтан енді таяқты өзіңізге ұсынайын. Бисмилля деп әдемі тілегіңізді айтып, ниетіңізді білдіріп кесетін боласыз. Кім кеседі? Загира, Байзақ, мынау немерелерің қадамы құтты болсын. Мына бүгін атып өтейін деген екенсіңдер, тұсау кесердің. Ол негізінде тұсауды кескенде көбінесе бізде ойбай аяғы шалыс қалмасын сондай деп айтады. Жоқ, өткенде бір Зейнеп апамыздың айтқан естіген едім. Әр уақытта ана алажып деген ақ пен қараның алмасқан несі өмірде барлық сондай ақ пен қараны өмірде кездесетін қиыншылық пен қуаныштан барлығының қасқайып кесіп өтетіндей болсын деп кеседі екен. Мына адалдықтың жолынан таймасын деп, Алла тағалам адалдыққа қадам бассын деп, ең бірінші осы ақ пен қара араласқан алашпен байлайды екен. Мына пышақпен кеседі екен. Неге десең, қайшымен қайшыланып қалады деп, пышақтың жүзі, бір ғана жүзі болады екен да, сол жүзінде өткір болсын өмірі, мінезі өткір болсын деп, шауып жүре берсін деп әдейі ырымдайды екен біздің қазақ. Мына Байзақ тамыр мені 60-қа келсе де шауып жүр ғой деп, солай жүгіріп жүрсін деп ниет қылған екен. Менен де жылдам болсын, еш уақытта шаршамасын, Құдай күш қуат берсін. Байзақ, Загира, сендерді мақтанышқа кенелдіретін, ата-анасын мақтанышқа кенелдіретін қыз бола берсін. Амин. Әпшем қой жойып атқандай не болып, пышақ өтпес о деймін. Қолза қойындар, ал енді жетектей Құда қаласа. Сауын кезіп жатырмыз, тәй-тәй басып. Алтын өзектерін киікті бағындыратын, алары асуы көп. Қыз болсын, енді қайсы таңдайды екен көрейік. Оның ата әжесі бар, Аллаға шүкір. Папасы мен мамасы бар. Бұған ештеңе керек емес болып тұр.
Ақшақтан емеген. Олда керек емес айтып жатырмын ғой. Ой, бәрекелде қаламыз атты таңдап жатыр, қол соғып қойыңыздар, Құдай қаласа. Әпше, сіздің жолыңызды жазғызып бере берсін, Құдай қаласа. Енді әпкеме бір кішкене жолын жасап қойсаңыздаршы. Міне, әпке асықпаңыз. Өзімек құда, келгіші. Бір енді әдемелеп өзіңіз батаңызды беріңіз. Құдай қаласа. Қуанышты болсына елордамыз Алматыдан келіп жатқан атасы енді бір әдемелеп тұрып қолын жайып, кішкентайымызға батасын берсін. Әумин. Құдайым оңласын, қадырбағым қолдасын. Әумин. Біз дәулет кең пейіл, шаттық, ырыс ынтымақ, шаңыраққа орнасын. Тек жақсылық көп, тойларда кездесе берейік. Әумин. Әумин, айтқаныңыз келсін. Алла нұр жаусын. Құда болса үлгеніміз бұл бой жете берсін дейік міне. Көпшілік төр болғандай бір ұғын жолмен қазақтың салт дәстүрменен арялында ару қыз-қызы міне сауын кезіп жатыр, Құдай қаласа. Sen alsay, kesey, işi, cesi деп жатқан сәтті пайдаланып, мен едіна палада көмімен далыда дастархан жайып жатқан қуаныштың иелері, Байзақ көкеменен Завира,
Anamızды шақырып қойын енді қасыма. Келіңіздер, бүгінгі қуаныш иелері. Байзақ көке, Зағира жеңеше келіңіз сізді. Рахмет. Ал, құрметті қонақтар, енді осы жерде бір кішкене сабыр сақтап, назарларыңызды төрге бұрсаңыздар той иелеріне. Ал көріп тұрғандарыңыз болса, қолды көтеріп бір құрметтерін жазып қойыңыздар. Енді жалпы тойға екі түрлі қонақ келеді екен, Байзақ көке. Бірінші қонақ сынап келсе, екінші қонақ сыйлап келеді екен тойдың иелерін. Мен енді сіздің қонақтарыңыз қаншалықты сынап келді, қаншалықты сыйлап келді, соны бір байқайын деп жатырмын. Мынау оң қанаттардың барлығы сізді сыйлап келген қонақтар дейін. Төрдегі құдаларыңыздан бастап, класстас ұл қыздарыңызға дейін.